8 дәріс тақырыбы. Іскерлік этикет және оның принциптері. Іскерлік этикет ұғымы. Іскерлік этикет кәсіби ортада адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеп, мінез-құлық нормаларын, сыпайылық ережелерін, корпоративтік мәдениет талаптарын анықтайтын жүйе. Ол ұйымның имиджіне, қызметкерлердің өзара түсіністігіне және серіктестік байланыстардың дамуына тікелей әсер етеді. Іскерлік қарым-қатынас этикасы. Іскерлік этикет немесе ресми мінез, құлық нормалары. Іскерлік этикет нормалары мыналардан тұрады. Дресс-кодты сақтау, жұмыс уақытын тиімді пайдалану, қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас әдебі, телефонмен сөйлесу этикеті, алдына келген келушілерге деген құрмет немесе оларды мән беріп тыңдай білу, және келген жұмысына сапалы жауап беру. Іскерлік этикет нормалары жалпыға бірдей, және оны әрбір мемлекеттік қызметші атқарып отырған қызметтік лауазымына қарамай орындауы қажет. Іскерлік этикеттің негізгі принциптері: құрмет көрсету, respect, әріптестер, серіктестер, клиенттерге сыйластық таныту іскер қатынастың басты шарты.